Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгінгі біздің екінші сабағымыз ағылшынша санап үйрену. Ендеше ағылшын тілі English Kami сабағына қош келдіңіздер. Сабақты бастамас бұрын бірінші сандарды оқығанда менен кейін қайталап отыр. Екінші, видеоны көріп отырған болсаң, тіркеліп лайк басып кет. Ұмытпа. Үшінші, комментарийге жақсы көретін саныңды және де туған күніңді жазып кет. Ендеше бастайық. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 Достар, байқаған болсаңдар, 11, 12, 11, 12 басқаша, ал 13-тен бастап 20-ға дейін 10 деген қосымша қосылып тұр. Ары қарай кететін болсақ, достар, біз 16 санына келдік. Яғни 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Ондықтарды атаған кезде, яғни 20, 30, 40 ары қарай кеткен кезде, оларда ти қосылып жүреді. Ал 21, 22, 31, 32, 33 деп қалай санаймыз? Яғни осы ондықтар 20, 30, 40 дегендерге бірліктерді, яғни 1, 2, 3 дегендерді ағылшынша қосып жүріп кете бересіздер. Мысалға 21, 21, 22, 22, 31, 31, мысалға 65 десеңіздер 65 деген сияқты кете береді. 100, 200, 300 дегенді қалай айтаймыз? Яғни 100 дегенді 100 деп атайды. Сол сияқты қалған сандарды да, мысалға 1-ды алып, орнына 2-ді қоятын болсақ, 200 деп шығады, яғни ол 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. 1000 дегенді 1000 деп атаймыз, яғни 1000, 1000. 1000, 1 болатын болса, 1000, 1. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. 100,000, 100,000. 100,000 дегенде бізде 5 нөл бар, яғни 100 ол 100, 1000 1000. Сондықтан 100,000-ды 100,000 деп оқимыз. 1 миллионды 1 million, 1 миллиардты 1 billion деп оқимыз. Ендігі кезекте, достар, Numbers in English атты осы суретті скриншот етіп, жаттап, және де оқып қалай жазылатынын көрсеңдер болады. Бұл жерде барлығы түгелдей бар. Осымен, достар, біздің сабағымыз тәмам. Лайк басып тіркеліп кетіп, келесі сабақты көруге тырыс.
сау бол